Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып күн райын бақылайық. Давайте понаблюдаем за погодой. Жаңа сөздер: тұман, бұршақ, көктайғақ, абайла, жауын, шашынсыз. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңе жазып алыңдар және жаттап алыңдар. Қызыл әріппен белгіленген қазақ тіліне тән дыбыстарына назар аударыңдар. Обратите внимание на специфические звуки казахского языка, выделенные красным шрифтом. Жаңа сөздерді үйренейік. Балалар, мына суретте табиғаттың қандай құбылысы берілген? Табиғаттың құбылысы — явление природы. Дұрыс. Тұман. Мына суретте қандай табиғат құбылысы? Бұршақ. Мына суретте қандай табиғат құбылысы? Көктайғақ. Балалар, тұман, бұршақ, град, көктайғақ, гололед. Ребята, обратите внимание на правописание слова көктайғақ. Көк, тайғақ составлен из двух корней, яғни екі түбірмен біріккен сөз. Көк — слово мягкое, тайғақ — слово твердое. Запомните. Мына белгі нені білдіреді, балалар? Не мынау? Дұрыс. Бұл абайла, осторожно. Абайла, көктайғақ, осторожно, гололед. Жақсы, балалар, есте сақтаймыз, запоминаем. Айтылым 64-ші бет, 1-ші тапсырма. Алдағы аптаның күн райын болжап. Ребята, слово болжап — предскажи. Предскажите прогноз погоды на предстоящую неделю. Повторите дни недели: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жақсы. Енді сөйлем құрайық. Давайте составим предложение. Дүйсенбіде күн бұлтты болады. Дүйсенбіде окончание «де» переводится на русский язык предлогом «в». В понедельник будет облачно. Осы үлгі бойынша, по примеру, составьте остальные предложения. Обратите внимание на сәрсенбі. Мұнда қандай табиғат құбылыстары бейнеленген? Дұрыс, здесь град, молния и облачно. Қандай сөйлем құраймыз? Как составим предложение? Сәрсенбіде күн бұлтты, бұршақ жауады және күн күркірейді. Запишите данное предложение, чтобы запомнить. Қалған суреттермен өздерің сөйлем құрап айтыңдар. Составьте предложение с остальными рисунками и сами проговорите. Айтылым 65-ші бет, 3-ші тапсырма. Синоптиктардың болжамын оқып, түсінуге тырысайық. Түсіну, понимать. Бірінші сурет. Бір қатар өңірлерде жауын жауып, тұман түседі. Бұл күні жолға шығу қауіпті. Ребята, жауын жауып. Слово жауын переводится как дождь. Синоним слова жаңбыр. В некоторых регионах будет дождь и туман. В этот день опасно. Ребята, слово опасно, қауіпті, выезжать на дорогу. Екінші сурет. Аздап жел соғып, артынан боранға ұласады. Слово аздап от слова аз, мало, немного. Небольшой ветер будет. И слово уласада, переходить. Будет небольшой ветер с переходом в боран. Үшінші сурет. Күн райы бұлттанып, жаңбыр жауады. Бұлттанып будет облачно.
солтүстік өңірде көктайғақ болып, жел күшейеді. Күшейеді, от слова күш, сильный. Жел күшейеді, что будет делать ветер? Усилится. Көктайғақ, новое слово. Гололед. Где? Солтүстік өңірінде. Молодцы, хорошо. В северных регионах гололед и усилится ветер. Или с усилением ветра. 5-ші сурет. Күн райы жауын-шашынсыз, ашық болады. Ребята, жауын-шашынсыз. Қалай аударамыз? Дұрыс. Погода ясная, без осадков. 6-ші сурет. Кей жерлерде жел күшейіп, бұршақ жауады. Жел күшейіп, мы встречались с этим выражением уже, и бұршақ жауады, будет у нас местами усилится ветер, будет град. Жақсы балалар, синоптиктардың болжамын тағы да өздерің оқып шығыңдар. Біз суретпен жұмысты жалғастырамыз. Продолжим работу с рисунками. 65-ші бет, 4-ші тапсырма. Синоптиктардың айтуы бойынша және сурет бойынша бұл қай жыл мезгілі деген сұраққа жауап береміз. Должны ответить на вопрос. Бұл қай жыл мезгілі? Жыл мезгілі, ребята, бұл қалай аударамыз? Қалай аударамыз жыл мезгілін? Время года. Дұрыс айтасыңдар, правильно. Время года. Енді суретке қараймыз. Мұнда жаңбыр жауады және тұман болады. Суретте шөп сары. Значит, какое это время года, ребята, если шөп сары? Дұрыс. Суретте күз мезгілі. Почему? Почему вы говорите, что күз мезгілі? Осень. Өйткені, потому что мы должны привести доводы, доказательства. Өйткені жаңбыр жауып, тұман түседі. Шөп сарғайған. Келесі, 2-ші сурет. Аздап жел соғып, артынан боранға ұласады. Всем понятно, что это қыс мезгілі, но доводы надо привести. Өйткені қар жауып тұр және боран. Келесі 3-ші сурет. Суретте жаз, күз, көктем мезгілі болуы мүмкін. Ребята, что такое болуы мүмкін? Возможно быть. То есть это может быть лето, осень или весна. Неге? Почему? Өйткені жаңбыр жылы мезгілде жауады. Потому что дожди идут более теплые времена года. Келесі 4-ші сурет. 4-ші суретте әрине бұл қыс мезгілі. Неге? Өйткені ағаштарда қар бар. То есть самый первый взгляд это снег на деревьях, поэтому это зима. Второе. Көктайғақ суық мезгілде болады. То есть гололед у нас бывает только в холодное время года. 5-ші. Әрине, бұл жаз мезгілі. Өйткені гүлдер өсіп тұр. Самое первое, что бросается в глаза, это цветы. Поэтому это лето. Соңғы сөйлем. Суретте жаз, күз, көктем мезгілі болуы мүмкін. Ребята, да? Возможно лето, возможно осень или возможно весна. Неге? Өйткені бұршақ жылы мезгілде жауады. То есть град идет в теплое время года, когда в атмосфере холодный и горячий воздух пересекаются. Да, ребята? Жақсы. Обратите внимание на образование предложений с доказательством. То есть с ответом на вопрос «почему?». Неге? Өйткені. Вы должны уметь правильно обосновывать свой ответ. Келесі жазылым. 66-ші бет, 5-ші тапсырма.
Интернеттен ертеңгі күнге күн райы болжамын қара. Күн райы болжамын қара. Посмотри прогноз погоды. Ертең на завтра. Телефонмен туыстарыңа хабарлама жаз. Напишите сообщение родственникам. Үлгі, пример. Вместо многоточий, подставляя данные, взятые из интернета, вы должны написать такое сообщение. Үлгі – это пример. Жақсы балалар, сабақ түсінікті ме? Все ли вам понятно? Сабақ түсінікті болса, балалар, сау болыңдар.